Exercises 3. Unit 3-тің сабағына қатысты бұл жаттығулар. Яғни бізде плейлист бар. Онда ағылшын тілінің ережелерін үйретіледі ол видеоларда. Ал бұл соған қатысты әрбір юнитына сай жаттығулар. Бірінші жаттығуына кірсейік. What are these people doing? Бұл адамдар не істеп жатыр дейді. Use these verbs to complete the sentences. Мына астында келтірген етістіктерді қолдана отыра сөйлемді толтыр дейді. Яғни мына eat, have, lie, play, sit, wait деген сөздерді қолданамыз да, соны сай келетін мына бос тұрған сөйлемдерге салатын боламыз. Бірінші мысалды уже көрсетіп қойған. Мұнда картинкаға қарасаңыздар, бір адам алма жеп жатыр. Сосын жоғарыда етістікте eat деген сызып қойған, яғни eatті таңдаған, жеу деген етістікті. Сонда She's eating an apple. Ол алма жеп жатыр. She is eating. Осылай 2, 3, 4, 5, 6-ды осылай орындау керекпіз. Екінші картинканы қарайтын болсақ, бас стоп деп тұр. Остановка. Бір ер адам автобусты күтіп тұрды. Сонда қандай етістікті таңдап, қалай сөйлем құрамыз? Бұл видеоны стопқа басып қалыңыздар, өзіңіз ойланып, жазып, дәптерге немесе дауыстап айтыңыз. Содан кейін видеоны кері қосыңыз, жауапты айтатын боламын. Бұл жерде wait деген етістікті қолданамыз. Wait деген күту. He is waiting. Wait деген forмен келеді. Wait күтеміз, нені күту? Автобусты күту ма? Forмен келеді. For a bus. Сонда he is waiting for a bus болады. Үшінші картинканы қарайтын болсақ, үшінші суретті адамдар, балалар футбол ойнап отыр. Үшке қандай етістікті таңдап, қалай сөйлем құрасақ болады? Стопқа басып қойып қарайсыз. Play деген етістікті қолданамыз. They are playing football. Олар футбол ойнап отыр. Яғни қазір ойнап отыр. Қазір процесс болып отырғандықтан are doing деген ережені қолданамыз. Төртінші картинкада бір ер адам жатыр. Қалай сөйлем құраймыз? Стопты басып қалыңыз, жауап беріп көріңіз. Бұл жерде lie деген етістікті қолданамыз. Lie деген жату. He is lying on the floor. Ол полда жатыр. Бесінші картинканы қарайтын болсақ, бір отбасы тамақ ішіп жатыр. Қалай айтсақ болады? Have деген етістікті қолданамыз. They are having breakfast. Олар таңғы ас ішіп жатыр. They are having breakfast. Алтыншы, қарасаңыздар, бір әйел адам үстелдің үстінде отыр. Столдың үстінде отыр. Бізде sit деген етістік қалды, отыру. Демек, she is sitting on the table. Ол столдың үстінде отыр. Осы жаттығуларды ерінбей алдыңызға дәптер беріп, кәдімгі қолмен жазып, сезініп, жазғанның пайдасы бар. Бірінші оймен айтыңыз, содан кейін дәптерге жазыңыз, содан кейін стопты алып тастап, жауабымды тыңдаңыз. Келесі екінші жаттығу complete the sentences, use these verbs дейді. Сөйлемді тағы да толықтыру керек. Осын жоғарыдағы келтірілген етістіктерді қолдана отыра. Build, cook, go, have, stand, stay, swim, work деген етістіктерді қолдана отыра сөйлемді толтырайық. Please be quiet. Өтініш тыныш. I am working. Мен жұмыс жасап жатырмын. Міне бірінші мысалды бізге келтірген. I am working, яғни мен қазір жұмыс жасап жатырмын. Be doing ережесі. Екінші сөйлем. Where's John? John қайда? He is in the kitchen. Ол кухняда. He не істеп жатыр? Стоп басып қойып, жауап беріп, дәптерге жазыңыздар. He is cooking. Cook. Тамақ пісіріп жатыр. Яғни ол кухняда тамақ пісіріп жатыр. He is cooking. You бірдеңе on my foot. Екінші айтады, oh, I'm sorry. Oh, кешір дейді. Мына жерде қандай сөйлемді қолдансақ болады? Foot деген аяқ. Сен менің аяғымды бір нәрсе дейді. You are standing on my foot. Сен менің аяғымда тұрсың. Oh, I'm sorry. Oh, кешір дейді. Look, somebody бір нәрсе in the river. Өзенде. Қалай айтамыз? Өзен, так, swim деген келеді, жүзу. Демек, look, somebody is swimming in the river.
біреу жүзіп жүр өзенде. We here on holiday. Біз осында демалыстамыз. We бір нәрсе at the Center Hotel. Біз орталық отельге не істедік? We are staying at the Center Hotel. Біз центральный отельге тоқтадық дейді. Where is Sue? Sue қайда? She a shower. Душ. Не деп айтамыз? She is having a shower. Ол душқа түсіп жатыр. They олар a new hotel in the city center at the moment. Олар жаңа отельді қалада орталықтағы қазір не істеп жатыр? They are building. Олар құрастырып жатыр. Яғни салып жатыр отельді. I бірдеңе no. Goodbye. I'm going now. Goodbye. Мен қазір кетіп бара жатырмын. Look at the picture. Write sentences about Jane. Use she's in or she isn't in. Мына картинкеге қара дейді. Картинкада қарасаңыздар, бір қыз отыр, күліп отыр. Телевизор қарап отыр күліп. Соған байланысты осы жерде сөйлем құрау керек біз. Екі мысалды келтірген, түсінікті болу үшін соны оқиық. Қалғандарын сол алдындағыдай стопты басып, өздеріңіз жазып жауап беріп көріңіздер. Мына жерде have dinner деп тұр. Яғни кешкі тамақ ішу. Қараймыз картинкеге. Jane дейтін кешкі тамақ ішіп отыр ма? Жоқ, ішіп отырған жоқ. Демек, Jane isn't having dinner. Jane кешкі тамақты ішіп отырған жоқ. Мына жерде watch television деп тұр. Телевизор қарау. Қараймыз картинкеге. Jane телевизор қарап отыр ма? Теледидар? Иә. Ол теледидар қарап отыр. Демек, she is watching television. Ол теледидар қарап отыр. Sit on the floor. Еденде отыр. Қараймыз, еденде отыр ма? Иә, еденде отыр. Демек, не дейміз? She is sitting on the floor. Егер де бұл ереже түсініксіз болып жатқан болса, онда басқа плейлистта Unit 3 дәл осы сабақты түсіндірілген. Бұл present continuous деп аталады ереже, қазіргі болып жатқан процесс. Егер де жаңа бұл видео атап болып түсінілмей жатсаңыздар, онда басқа плейлистқа көшіп, осы 3-ші сабағын қарап шығыңыздар. Read a book. Read a book. Кітап оқу. Қараймыз, Jane кітап оқып отыр ма? Жоқ, кітап оқып отырған жоқ. Кітаптар дейтін еденде, өзі дейтін телевизор қарап отыр. Демек, не деп айтамыз? She is not reading a book дейміз. Келесі, laugh. Laugh деген күлу. Ол күліп отыр ма? Иә, ол күліп отыр. Бір теледидардан бір күлкілі нәрсе қарап отыр. Демек. Онда қалай айтамыз? Стоп басып жауап беріп көріңіздер. She is laughing. Ол күліп отыр. Wear a hat. Шапка киіп алған. Ол шапка киіп алған ба? Иә, қызыл шапка киіп алған. Демек, she is wearing a hat. Ол шапка киіп алған. Бас киім киіп алған. Write a letter. Хат жазу. Ол хат жазып отыр ма? Жоқ, хат жазып отқан жоқ. Демек, she is not writing a letter. Немесе she isn't writing a letter. What's happening now? Write true sentence дейді. Қазір не болып жатыр сізде? Қазір сіз қандай жағдайдасыз? Мысалы, бұл видеоны қарап отырсыз ғой. Соған байланысты өзіңізге қатысты шынайы сөйлем құра дейді. Мысалы, қараңыз, I wash my hair деп тұр. Мен басымды жуып жатырмын, шашымды жуып жатырмын. Сіз қазір не істеп жатсыз? Сіз қазір гәміл шашыңызды жуып жатқан жоқсыз, да? Сіз видео қарап отырсыз бұл. Демек, I'm not washing my hair. Мен басымды жуып жатқан жоқпын, яғни шашымды жуып жатқан жоқпын. It snow. Қар жауып тұр. Қараңыз, ауа райы қалай болып тұр? Қар жауып тұр ма, жауып тұрған жоқ па? Егер де қар жауып тұрған болса, it's snowing. Егер де жауып тұрмаған болса, it isn't snowing деп айтасыз. I sit on a chair. Мен отырғышта отырмын. Сіз қазір бұл видеоны қалай қарап отырсыз? Отырғышта қарап отырсыз ба? Әлде бір еденде отырсыз ба? Соны қараңыз. Соған жауап беріңіз. Стоп басып. Мына жерде I'm sitting on a chair деп айтуға болады. Егер де отырған болсаңыз, немесе I'm not sitting on a chair. Мен орындықта отырған жоқпын деп айтуға болады. I eat. Мен жеп жатырмын. Бәлкім сіз бұл видеоны бір нәрсе жеп отырып қарап отырған шығарсыз. Егер де солай болатын болса,
қалай жауап бересіз? Егер де олай болмаса қалай жауап бересіз? Стоп басып жазып көріңіз дәптерге. I'm eating деп айтасыз, немесе I'm not eating деп айтасыз. It's rain. Ауа райына қараңыз, жаңбыр жауып тұр ма, жаңбыр жауып тұрған жоқ па? Стоп басып жауап беріп көріңіз. Осы нәрселерді ерінбей жазыңыз. Ол жазған, қолыңызбен жүргізген, соны көзбен көрген, кейін тіпті оқысаңыз дауыстап жақсы да. Мына жерде it's raining деп айтасыз, егерде жаңбыр жауып жатса, it isn't raining деп жазасыз, егерде жаңбыр жауып жатса, немесе it's not raining деп басқаша түрде жазуға болады. I learn English. Қазір сіз не істеп жатсыз? Егерде сіз бұл видеоны қарап жатқан болсаңыз, демек сіз ағылшын тілін үйреніп жатсыз. Демек қалай жазасыз? Бұл жағдайда I'm learning English. I listen to music. Егерде сіз бұл видеоны қарап отырып, еще жаныңызда музыка тыңдап жатқан болсаңыз, онда қалай жауап бересіз? Немесе олай болмаса қалай жауап бересіз? I'm listening to music дейсіз, немесе I'm not listening to music. The sun shine. Shine деген жарқырап тұр. Күн жарқырап тұр. Қараңыз, сыртта күн жарқырап тұр ма? Әлде жарқырап тұрған жоқ па? Егерде жарқырап тұрған болса, яғни күн шуақты болып тұрған болса, the sun is shining деп жазасыз. Немесе the sun isn't shining. I wear shoes. Мен аяқ киім киіп алғам, туфли киіп алғам. Қазір сіз туфли киіп қарап отырсыз ба бұл видео? Әлде жалаң аяқ немесе носкимен отырсыз ба? Жауап бересіз. Немесе қалай жауап бересіз? Стоп басып жазып көріңіз. I'm wearing shoes. Немесе I'm not wearing shoes. I read a newspaper. Газет оқып отырмыз. Сіз газет оқып отырсыз ба, газет оқып отырған жоқсыз? Гәміл, егерде бұл видеоны қарап отырсаңыз, газет оқып отырған жоқсыз. Демек, I'm not reading a newspaper деп жауап бересіз. Егерде осы формат ұнаған болса, жалғастырғанды қалаған болсаңыздар, лайк басыңыздар, тіркеліп қойыңыздар, ағылшын үйренгісі келіп жүрген достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар.